Елімізде тұңғыш рет Былғарыдан кілем жасалуда, осылайша алматылық қолөнерші халқымыздың ұмыт бола бастаған өнерін жандандырған. Серікқазы Нұрғалиев бүкіл саналы ғұмырын ағаштан түйін түйіп, былғары мен теріден қазақтың ұлттық бұйымдарын жасауға арнап келеді. Оның қолөнермен айналысып жүргеніне биыл ширек ғасырға жуықтапты. Бұған дейін әртүрлі үлгідегі ертұрман мен қазақтың ұлттық бөрік тымақтарын жасап келген шебер енді ұмыт бола бастаған өнерді жаңғыртуға кірісті. Қазір қолөнерші былғарыдан кілем жасау үстінде. Малдың иленген терісінен кілем әзірлеу қадым заманда көшпенді халық арасында көп тараса, қазір ұмыт бола бастаған. Бұл өзі жаугершілік замандары қолданылған екен. Мысалы, қазақ үй тігіледі, ана қолбасшы жататын қазақ үй соның тұсына ілінген. Өйткені іші балшықпен тігіліп, астары бар, астарына кигіз салынады, мұның сөйтіп тіккен ғой. Енді о кезде де әлгі қолбасшыны өлтіріп кетуге деген сияқты садақпен атып или найзамен деген, соған баяғы бір жағынан қорғаныс сияқылды, сондай да қолданылған. Мұндай кілем өте төзімді әрі көрер көзге ерекше әдемі. Қолөнер шебері туындысының ою өрнегін арнайы ағаш арқылы бедерлеп, күміс қалыптамамен әшекейлеп, толықтай ертедегі ата-бабаларымыздың былғары кілем жасау техникасын ұстана отырып дайындауда. Тек қолдан тері қайыс илеу ұзақ уақытты талап ететіндіктен зауыттан өңделген былғарыны қолданыпты. Тарихқа көз жүгіртсек, былғарыдан жасалған кілемдер 8-9 ғасырларда Орта Азияда көшпенді халықтар арасында кең тараған екен. Ал қазіргі таңда Қазақстанда мұндай кілем біреу ғана. Ол орталық мұражайда сақтаулы. Қазақ қолданбалы өнері киіз бұйымдарынан бөлек, тоқыма бұйымдарынан бөлек осы тері бұйымдарынан жасап атқан біздің шеберлеріміз бар. Дегенмен оның кілем жасау барысында ол некен саяқ деп айтсақ тура келеді. Тері бұйымдарын жасау ұзақ процесстерді, ұзақ уақыттарды қажет етеді. Өнертанушылардың айтуынша, қазіргі таңда қазақтың ұлттық қолөнеріне қызығушылық артып келеді. Шеберлер ұлттық нақыштағы қолөнер туындыларын өзіндік қолтаңбасымен жаңаша сипатта, заманауи мәнерде жасауда екен. Мұндай қолдан жасалған көз тартар қымбат туындыларды өз үйінің төрінен көргісі келетіндер саны күн санап көбеюде. Айдана Мейрамбайқызы, Нұрлан Қуанышев, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.